Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздермен 3 супер оңай коктейль рецептімен бөлісемін. Шоколадты коктейль ауызда ериді. Шие коктейлін бір ұрттап көріп шиеге ғашық боласыз. Ал бананнан тіпті мұндай дәмді коктейль шығады деп ойламадым. Қолдау мақсатында парақшаға тіркеліп, лайк пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қарапайым 2 балмұздақ бөліктері қажет. Сосын шоколад бөліктері 50 грамм. Жидекті коктейль үшін құлпынай, шие немесе даңқұрай қоссаңыз болады. Және де бір банан, бізге тіпті жартысы жетеді. Сосын 800 мл сүт қажет болады. Әрине, коктейль жасау үшін бізге блендер қажет. Немесе миксер қолдансаңыз да болады. Жасалу жолы өте оңай. Ең бірінші шие қосылған коктейль дайындаймыз. Ол үшін балмұздақ бөліктерін саламыз. Дәнегі алынған шиені қосамыз. Және де сүт қосамыз 200 грамм шамасында. Қалған жұмысты блендердің өзі жасап береді. Міне шие қосылған коктейліміз дайын. Қышқыл дәмді коктейль. Ал енді келесі шоколадты коктейль дайындайық. Ол үшін балмұздақ бөліктерін қосамыз, шоколадты қосамыз. Және де үстінен сүт құямыз. Қақпағын жабамыз да кнопкасын қосамыз. Қалған жұмысты блендерге тапсырыңыз. Біздің жұмыс тек бәрін салып, өшіріп қосу. Міне шоколадты коктейліміз дайын болды. Дәмі өте тәтті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кезек бананды коктейль. Ол үшін балмұздақ бөліктерін салайық. Жарты бананды турап саламыз. Коктейль қою болған қаласаңыз, бір бананды толықтай қоссаңыз болады. Үстінен сүтті құямыз, ал қалғанын блендердің өзіне тапсырамыз. Міне үшінші коктейліміз де дайын. Өте қолжетімді заттардан жасалады, өте оңай, әрі тез дайын болады. Әр қайсысының дәмі де өте ерекше. Алдымызда жаз маусымы келе жатыр. Аптап ыстық күндері үй жағдайында осындай коктейльдерді дайындап, салқындаңыздар. Сіздер де міндетті түрде үйде жасап көріңіздер және нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер? Ол туралы да жаза кетіңіздер. Ал рецепт ұнаған болса, немесе қосарыңыз болса, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Алда сіздерді әлі өте керемет рецепттер күтетін болады. Келесі кездескенше.